Так, балдар. Екінші, үшінші орын алған балдар, иә? Бірлер мақұл, енді бірінші орын алғандар. Ештеңе демеймін оларға, но оларға да жұмыс жасау керек. Екінші, үшінші орын алған балдар, бір қадам шығайықшы тағы алдыға. Так, балдар, тыңдаймыз енді. Бірінші орын алу үшін не істеу керек? Дайындалу керек. Не істеу керек? Дайындалу керек. Дайындалу ма? Сен де қорықпау керек, сен де. Так, балдар, қараймыз. Барлығыңа қатысты енді. Тұрыңдар орындарыңа. Жарыста бірінші орын алу үшін не істеу керек, балдар? Екінші орын алып қалған, үшінші орын алып қалған балдар, иә? Не істеу керек? 90% спортсмендердің, 90 емес, қазір мына жерде қаншамыз, соның 100% сендер дайындалу керек деп айтып жатсыңдар. Иә? Дұрыс па? Дайындаласың да ертең. Иә? Барасың, қайта ұтылып қаласың. Дайындаласың, барасың, қайта ұтылып қаласың. Неден ошибка? Болмаса дайындалып жүріп онсыз да. Неге ұтылып қалыватқандарын айтайын ба? Қатемен жұмыс бар ғой, иә? Қатемен ошибканы іздеу керек. Қай жерден ошибка кетті? Спаррингке түстің ба? Иә? Кіммен түстің мысалы? Мықты біреумен түстің ба? Соның бойын көресің. Сол ұтылып қалған адаммен не ошибка істедің? Келесі бойды, келесі жарыста сол адаммен спаррингке түссем, не болады? Сен тағы дайындалып барасың да, иә, барып ұтылып қаласың. Ал егер оның ошибкасын тапсаң, и өзіңнің ошибкаңды тапсаң, қай жерден мысалы рычаги беріп жатқан кезде сен деген блок қоймай қалған шығарсың, может. Рычаги беріп жатқан кезде денеңді қорғамай қалған шығарсың. Жаппай қалған шығарсың, контратака жұмыс істемей қалған шығарсың. Соларға жұмыс жасау керек. Түсіндің ма? Бірінші орын алу үшін, жеңу үшін жалпы не істеу керек екен сол үшін? Вот, қатемен кім жұмыс істейді, сол адам жеңіске жетеді. Түсінді ма? Ошибканы табу керек. Қандай ошибка болып жатыр, соны, іздеу керек. И сонымен жұмыс жасау керек. Түсінді ма? Сұрақ бар ма? Все, команда вперед. Кены. Болды.